Ұстаз оқыса, ол оқиды жобасы аясында бастауыш әдістемелік бірлестігі Қалмұхан Исабайдың «Жұмбақ ой» кітабын оқып талдап шықты. Қалмұхан Исабайдың «Жұмбақ ой» атты шығармасында сұрапыл соғыстың соңғы айлары бейнеленген. Шет елде соғысқан қазақтардың ерлігі, жас өспірімдердің ерте жастан еңбекке тартылуы бейнеленген. Кітаптың жұмбағы аталуының себебі сұрапыл соғыс кезіндегі жауынгерлердің емделіп жатқан Кузовтың қасындағы монастырмен кездесті. Сол кезде жауынгерлер арасында монастырға кірген адамдар қайта шықпайды деген сөз бар. Бұл сөздің қаншалықты шындық екенін білу мақсатында жауынгерлер бұл жұмысқа білек сыбана кіріседі. Осы құпияның ашылуына себепші болған қазақ жауынгерлері Мәкен мен Кәрімнің батырлығы, тапқырлығы, ойының ұшқырлығы қазақ оқырмандарын жігерлендірді. Шығармадағы Жұмбақ ой бір кездері бақытты ғұмыр кешіп жатқан суретші Йосиф пен әйелі Маристың шаңырағы болды. Өмірде кездесетін арам пиғылды адамдардың кесірінен өз әйелін қызғаныштан өлтірген Йосиф осы жасаған ісіне қатты өкініп, әйелінің суретін осы үйдің терезесіне салады. Бұл сурет жай сурет болмай, осы үйдің Жұмбақ ой аталуына себеп болады. Жұмбақ үйде болып жатқан қайғылы оқиғалар мен өлім жітімнің себебі алғашқыда тылсым күшке ие секілді көрінеді. Ауыл тұрғындарының барлығы бұл үйді қарғыс атқан үй деп ойлайды. Бірақ шығармадағы басты кейіпкерлер Мәкен мен Кәрім бұл шындықтың бетін ашуға бел буады. Бұл шығарманың негізгі идеясы қорқыныш, көбінесе белгісіздіктен болады, ал шындықты іздеуге батылдық пен ақыл керек. Шығармада балалардың батылдығы суреттеледі. Шығармада әрбір бейне жүрек тербетеді. Сонымен қатар әрбір жұмбақтың шешімін кез келген қиындыққа ақыл мен алаңдық арқылы жол алуға болатынын сұрайды. Қорытындылай келе Жұмбақ ой оқырман жүрегінде қызығушылық арттыратын, ойландыратын, адамгершілік қасиеттерді арттыратын көркем шығарма. Барлықтарыңызды осы шығарманы оқуға шақыра отырып, ұстаз оқыса, ұлт оқиды челленджін химия-биология бірлестігіне қолдаймыз.